Міне ылғи түсіріп жүретін мяском. Мынау барлығы орысша. Неге орысша мынау, а? Айтыңызшы, мына ценниктер неге орысша бәріптары? Неге орысша мына ценниктер? Қараңыздар. Мынау пысқырып та тұрған жоқ. Қарғыс атсын. Мына қожайынды, сосын мына қатынды. Мен 100 рет түсірдім. Енді бір 3-4 рет па қойдым. Мінеке, түкірген олар. Мінеке, осыны тілді болдырмау үшін мынау Байхановтың базары орналастырған. Мінеке, осындайларды дайындап қояды. Тек қана орыс тілі, қазақ тіліне түкірген Қазақстанда. А сіз күліп тұрсыз, сіз өзіңіздің тіліңізге күліп тұрсыз ба? Мінеке, мыналар күлісіп тұр. Павлодар солай ғой. Жоқ, а сіз неге күліп? Жақсы, а сіз неге тым болмаса қабағыңызды түймеңіз? Жарайды, түймейсіңіз, жарайды, жайын демей тұрмын. Мен айттым ғой. Бізде мінеке, не үшін солай болып жатыр? Өйткені сатқын қазақтар, мінеке мына кәрі қазақ өзінің ұлтын, ата-бабасының тілін бәрінен сатып жатыр. Сатып жатыр, өйткені күлісіп жатыр мына шовинисткамен. Қазақ тілін болдырмайтын. Қараңыздар. Байханов мінеке осындай тәрбие беріп жатыр. Әкімдік бізде. Сол мінеке қазақ тілін болдырмай жатқан Байханов. Және мінеке осындай ата-бабаларын таптаған, аруақтарын таптаған, ұлтын таптаған казашкалар. Мінеке, мыналарды тайраңдатып жатқан, сасық кеуделерін көтертіп жатқан.